Білімнәрін толтырдық біз кеудеге, қателікте болды біздің кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ояңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ояңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар, қадірменді ата-аналар және оқушылар. Алда жайдары жарқын жаз, көңілді демалыс, тынымсыз еңбек тоқсаны. Қиындығы мен қызығы мол тағы бір оқу жылы артта қалды. Баршаңызды бүгінгі оқу жылының аяқталу мерекесімен құттықтаймыз. Бірінші сынып бүлдіршіндері үшін бұл алғашқы оқу жылын аяқтаған қуанышты сәт. Ал жоғарғы сынып оқушылары үшін жаңа белестерге қадам басар жауапты уақыт. 11 жыл бойы тәрбие мен білім нәрін бойына құйып, ұстаздарына анасындай еркелеп, балалық шағын алаңсыз өткізген жас түлектеріміздің мектебімізбен әліппеден бастап өмір заңдарына дейін үйреткен ұстаздардың шәкірттермен қоштасу мерекесі «Білімім отаныма» атты соңғы қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. Бүгінгі күн түлектің өмірдегі ең маңызды оқиғасы. Бұл жастардың адамгершілік пен ризашылық қасиеттерін, әлеуметтік белсенділіктерін дамытуға бағытталған. Жас түлектің тәуелсіз ересек өмірге көшуге қадам басқанын айқындайтын ерекше күн. Міне, тағы бір оқу жылы аяқталып, мектебіміздің 32-ші түлегі бүгінгі салтанатты жиында балалықпен, мектеппен қоштасқалы тұр. Ұрпағың мақтануға болса лайық, біз бүгін мақтанайық, жар салайық. Биылғы жыл түлектерін құрметпен қол соғып қарсы алайық. Қарста 11-ші А сынып оқушылары сынып жетекшісі Мақпал Ермекбайқызы, Абай Рамазан Сатжанұлы, Бегім Айкүміс Бауыржанқызы, Бимақаева Камиля Мұхамедиевна, Дәулетбек Гүлназ Еркебұланқызы, Дәулетбек Ділназ Еркебұланқызы, Жақсылаққызы Айсулу, Кәкібай Кәусар Қайсарқызы, Нұрмұрат Рамазан Магайуаулы, Сакибаева Ажар Ержановна, Сәлем Аяулым Мейрамқызы, Сериков Амир Русланович, Серік Азамат Қуантайұлы, Төлеухан Жанел Жамбылқызы, Хаба Аяулым Жаныбекқызы, Хасен қызы Аяла. Алдарыңызда 11-ші Ә сынып оқушылары, сынып жетекшісі Сүлеймен Әсел, Алимкенова Назерке Данияровна, Аман Әйгерім Дарханқызы, Бекен Гүлсезім Жангелдіқызы, Берікбай Аярон Тұңғышбайқызы, Дүйсенова Алуа Дулатовна, Жаденова Асылжан Марғұлановна, Капанова Гүлдана Сайрановна, Картай Мариям Нұрболатқызы, Қанат Әлшер Сағадатұлы, Макулов Дамир Рүстемович, Мұрат Гаухар Тілекбергенқызы, Мұрзакарим Мұхамеджан Манатұлы, Рахман Наргиза Тұрарқызы, Серікбол Сабина Қуандыққызы, Сумбаева Жұлдыз Азаматовна мен Түсіпова Ажар Серікқызы. 2025-2026 оқу жылының аяқталу құрметіне арналған «Білімім отаныма» атты салтанатты жиынды ашық деп жариялаймыз.
Жиын. Зөл. Тік тұр. Салтанаттық жиынымызға Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы енгізілсін. Назар, туға. Балаға берген білім мен мейірім, болашақтың бір жарған сабағына қиған білімнәрің мәңгілік. Осынау мәңгілік борышты ауырсынбай, аянбай, өзімнің адамгершілік парызым, қамқорлығым деп түсінген, қимас сәтте өздеріне арналған алғашқы құттықтау сөз кезегі мектеп директоры Мейірханова Жазира Оралхановнаға беріледі. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ата-аналар, ардақты ұстаздар, қымбатты түлектер. Барлықтарыңызды бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті менің түлектерім, бүгінгі қадамдарыңыз болашаққа бастар үлкен жолдың бастауы. Қай салада жүрсеңіздер де, білімдеріңіз бен еңбектеріңіздің ел игілігіне жұмсап, өз орындарыңызды таба біліңіздер. Армандарыңыз асқақ, мақсаттарыңыз айқын болсын. Жолдарыңыз ашық, қадамдарыңыз нық, болашақтарыңыз жарқын болсын. Құрметті менің түлектерім. Абай атамыз айтқандай, кетігін тапта бар қалан. Әр адам өз өмірде орнын тауып, елге пайдасын тигізу керек. Сол себептен осы жерге, осы біздің мектебіміздің түлегін ортамызға шақырғым келеді. Оспанова Динара Төлеуовна, білім беру жүйесінің сарапшысы, аккредиттеу кеңесінің мүшесі, Қазақстан шахмат федерациясының Қарағанды облысы бойынша жауапты үйлестірушісі. Қарсы алыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті бүгінгі үлкен керемет мерекемізге жиналып отырған
ұстаздарымыз, ата-аналарымыз және біздің кішкентай не тұрған оқушыларымыз, және де бүгінгі осы мерекенің негізгі, яғни үлесі сіздер, құрметті түлектер, сіздерге арналады. Өздеріңіз сияқты бізде 2003 жылы осы мектептің табалдырығын аттап, жалпы түлеп тұрып, Қазақстанның неше түрлі университеттеріне түсіп, білім алып, маман болып шыққан едік. Содан қанша жыл өтті? 13 жыл өтті. 13 жыл өтті. Енді жаңа атын атады, осы мектептің негізгі қалаушы жаңағы сыныптарының бірі болды. Ең бірінші А сыныбы болып біз 85-ші мектепте ашылғанбыз, одан кейін 46-ші мектепке көшкенбіз, өстіп 12-ші мектеп болып бөлек, яғни оқу шаңырағы болып бөлек шыққан едік. Сол алғашқы түлектерінің бірі бүгін өзім келіп отырмын. Себебі өзімде осы білім беру жүйесінде жұмыс жасаймын. Өз мектебімді қолдау мәселесімен де көп айналысып жатырмын. Жалпы кіріспе сөзін айта кетейін, 2023 жылы еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев білім берудегі шахмат жобасын іске енгізіп, яғни қаулысын жариялап, бастауыш сыныптарда шахмат негіздері сабақтарын енгізген болатынды. 25-26 жылы біздің 12-ші мектебіміз осы жобаға еніп, өте керемет жұмыс жасады. Бір жылдық қорытындысын бізде елеп, Қазақстан Республикасының шахмат федерациясының президенті атынан осындай бір алғыс хатымызды жалпы ұжым қауымына табыстауға рұқсат етсеңіздер. Және де қолымда сол 2003 жылы бізде мынандай келбет деген журнал шыққан еді. Бұл жерде мектеп түлектеріне арналған түрлі құттықтаулар болған, мектеп директоры, завуч, мұғалімдердің жазған тілектері осы жерде жазылған еді. Сол келбет журналының бас редакторы өзім едім. Сол жалғыз тал осы архив ретінде менде қалыпты. Мектептің жалпы осы мұражайына тапсыруға мүмкіндігін әкелдім. Ал енді құрметті біздің мектеп түлектері, өзім сәл жылап қала жаздадым. Не дейін? Барлықтарың бақытты болыңдар бірінші кезекте. Қалаған, армандаған мамандықтарыңа түсіңдер. Тағы бір кездесу кезінде де айтқан едім, грант қуаламаңдар. Сіздердің алдарыңызда тұрған мақсат ол өз мамандықтарыңызды табу. Сондай адамдардың ретінде, яғни мен де педагогика саласын таңдағандықтан, осы 13 жылдай осы салада жұмыс жасап келе жатыр екенмін. Табысты жұмыс. Араларыңызда егер де педагог мамандар болатын болса, бұл жол өте керемет, асыл жолдардың бірі. Сондықтан да оны абыроймен атқарып, бастарыңызды тіке ұстап, керемет жаңағы үлкен қадамдармен жүруге тілектеспін. Араларыңызда болашақ министрлер де бар, әкімдер, ғалымдар, педагог ғалымдарымыз да осы сіздер балалар орталарыңыздан шығып жатыр. Бұны мен әрқашанда өзімде университетте сабақ бергендіктен барлық студенттеріме де осыны айтып отырамын. Барлықтарында керемет мамансыздар деп. Сондықтан да оларға осы мотивация берілгеннен кейін ба, қазіргі студенттерім өзі 30 жаста екен, арасында әкімі де бар, генеральный директорлар да бар, полковниктер де бар, ғалым болып, университеттерімізде проректор болып, ректор болып отырғандар бар. Сондықтан да бұл жай айтылған сөз емес, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сондықтан да құрметті ата-аналар, балаларыңызға қолдау жасаңыздар. Ал түлектер сіздерге ақ жол, жақсылықта кездескенше сіздерге. Алдарыңызда 9-шы Ә сынып оқушысы Ешен Мирланның орындауында ұстазым әні. Қабыл алыңыздар. Деп бас етін, ұстазым бар сенің қасиетін, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді ау асыл бейне.
ұстазым мен сені ұмыта алман, үйретем деп өмірдің парасатын, ағарды ғой біз үшін қара шашын. Ұстазым ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяуларым. Ұстазым ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяуларым. Ұстазым ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяуларым. Ұстазым ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяуларым. Арналсын саған осы аяуларым. Өткен аяулы жан, жүрекке білім нұрын құйған адам. Қошеметпен ортаға шақырамыз, алғашқы ұстазымыз, құрметті қонақ дей келе, Нұргүл Аукеновна мен Назым Қайкеннаны ортаға шақырамыз. Балалық шақтан гүл көктен, ұстаздарымды үлгі еткен. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Құрметті ата-аналар мен қонақтар. Бүгін міне мектебімізде ерекше қуанышты күн, әрі мұңды күн. Мұңдысы түлектеріміз мектеп табалдырығын аттап қияға ұшқалы отыр. Қуаныштысы бүгінгі соңғы қоңырау, түлектеріміз балалықпен қоштасып, үлкен өмірге қадам басатын ерекше күндердің бірі. Баршаңызды соңғы қоңырау мерекесі